Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. Менің ұстанымым оқиғалар мен өмір шындығын сыни бағалап, ой елегінен өткізіп қабылдау. Осы тұрғыдан өз ойымды білдіруді жөн көрдім. Әрине, пікірмен келіспейтіндер болады, одан қорқудың қажеті жоқ. Оң шешімін тапқан маңызды істер. Семей сынақ полигоны жабылды. Қазақстанның шекарасы белгіленді. Астана Ақмолаға көшті. Тұрғын үйлер жекеменшікке берілді. Бұл жерде билік бір оқпен екі қоян атып алды. Ұлттық валюта енгізілді. Білім беру және денсаулық саласының қызметкерлерінің жалақысы өсті. Ұлттық валюта енгізілді. Орын алған кейбір кемшіліктер: 93 жылғы Конституциядан бас тарту. Пәленің бәрі осыдан басталды. Халық мүддесіне қайшы келетін автократ билеген жүйе құру, парламентті және сотты тәуелсіздіктен айыру, саяси экономикалық бәсекелестік болмау. Өткенімізге әділетті баға бермеу және бұрмалау. Мемлекеттік тілдің мәселесі ойдағыдай шешілмеді. Заң жүзінде екі биліктік жойылды, ал іс жүзінде сұрақтар бастан асады. Жекешелендіру купон арқылы халықты жарылқайтын уәде орындалмады. Игілікті бастама тіпті сұраусыз кетіп, биліктің ең үлкен қылмысының біріне айналды. Өзіміздің кәсіби деңгейі жоғары мамандар делемей, кеңесшіге шетелдіктер шақырылды. Олар өндірісті дамытуға, өркениетті жолға түсуге нұсқау бермей, биліктегілерге тез баюдың жолын көрсетті. Онысы ойланбастан қабыл алынды. Қолымызда тұрғанда байып қалайық деген арамза ниетпен жердің асты үстіндегі активтеріміз талан-таражға түсті. Ысырап болды. Қиырсыз шиеленіскен мәселелер пайда болды. Білімсіз жүргізген саясат агроөнеркәсіп кешенін құлдырауға ұшыратты. Халық жаппай қалаға бет алды, жұмыссыздық өсті. Бүгінгі күні колхоз-совхозды қайтару керек деген пікір айтылуда. Ол қисынсыз деп ойлаймын. Әрине, ауылға байланысты шешілмеген мәселелер өте көп, бірақ оны сырттан тон пішпей, әр елді мекеннің қазіргі жағдайын, мүмкіншілігін және тұрғындарының ұсыныстарын ескеріп, міндетті түрде биліктің қолдауымен шешкен дұрыс болады. Кезінде мы больше никому не будем ни младшим братом, ни чьи-то подбрюшье делінген. Бірақ оған қол жеткізуге биліктің батылдығы жетпеді. Керісінше Ресейге кіріптарлық үдеуде. Мен Ресеймен араздыққа немесе қарым-қатынасты үзуге шақырмаймын. Тек Қазақстанның шын мәнінде тәуелсіз мемлекет болуын қалаймын. Мемлекет және ұлтаралық түсіністік пен сыйласымдық орын алу үшін екі жаққа да тиімді тепе-теңдік сақталуы шарт. Әр ұлт өз қалауымен лайықты өмір сүруге құқылы. Оған кедергі жасауға ешкімнің құзыры жоқ. Жан-жақты дамыған, халқы білімді және рухы биік, қорғаныс қабілеті жоғары мемлекет алпауыттарға жалтақтап, шықпа жаным шықпа деп бейшараның күнін кешпейді. Бұған мисалдар көп келтіруге болады. Осы мәселені салиқалы саясат жүргізіп, ақылмен шешуге қабілеті жетпеген билікте болуы үлкен зиян. Біз осындай күйдеміз. Көтерілмейтін шоқпарды беліңе байлама деп бекер айтылмаған. Тіршілік мұнымен бітпейді. Келешектен күдір үзуге болмайды. Әр қазақстандықтың патриоттық парызы ата жауымызға айналған ең жарлықтан және құлдық санадан құтылып, саяси әлеуметтік белсенділікпен өмірге деген құштарлықты арттырып, алда тұрған мақсатымызға жетуге, табанды еңбек етуге міндеттіміз. Не істеу керек? Халық конституция бойынша биліктің көзі, жердің және табиғат байлығының иесі,
Президент пен мәжілісті тікелей сайлаушы. Егер ол ұрпағының болашағына бей-жай қарамаса, өркениетті жолмен билікке және президентке келесі талаптарды батыл қоюға құқылы. Бірінші, Конституцияны халыққа берген анттары мүлтіксіз орындалуын және жаңа ата заңды қабылдауды қамтамасыз етуде. Екінші, инвесторлармен жасалған келісімдерді ашық жариялауды, халықтың жер және өндіріс орындарында пай акция арқылы үлесін белгілеуді, жасырын бақ ойыны секілді саясатты тоқтатуды. Олай болмаса, ел ырысы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында бүгінгідей кете береді. Үшінші, эволюция жолымен дамуды мойындайтын саяси партияларды кедергісіз тіркеуді, шынайы бәсекелестік болмаса, қарама-қарсылықтың бірлігімен күресі деген диалектиканың негізгі заңының бірі елемеусіз қалса, қоғам өркениетке қол жеткізе алмайды. Төртінші, Ержановтың ұсыныстарын қарастыру және заңсыз иеленген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңды қайта қабылдау. Мемлекет басшысының қамқорлығымен шет елге шығарылған капиталды қайтаруды және экономикалық дағдарыстан шығаратын іс-шараны ұйымдастыруды, тырнақтың астынан кіріс демей кажингелдинге ұсынуды. Бұл өте маңызды шаруаны халықтың қанайтын жүйені қалыптастырған, ғылым, мәдениет, білім, медицина және экономиканы құлдыратқан, әлеуметтік мәселелерді ушықтырған ұрпағымыздың несібесін арсыздықпен жымқырған, теріс сараптаумен билікке келгендерге тапсыру, істі алдын ала сәтсіздікке ұшырату деген сөз. Ұрланған қаржыны қайтарудың орнына оны жанталаса заңдастыруға әрекет жасау, абыройды айрандай төгіп беделден жұрдай етеді. Биліктегілер осыны түсінуге қабілеттерің жетпесе, сонда кім болғандарың? Шынын айту керек. Біздің тағдырымыздың негізінен осы мәселенің шешуіне байланысты. Бесінші, президентті, парламентті, судьяларды, мәслихат және әкімдерді сайлайтын, халықаралық стандартқа сәйкес келетін жаңа заңдарды қабылдап, мерзімі келгенде сайлау өткізуді. Алтыншы, құқық қорғау органдарын орынсыз жазалауға айналдырылғанды тоқтатуды, олардың қызметкерлерінің іс-әрекеттері Конституцияның талабына қатаң сәйкес болуды, жүйенің реформасының концепциясын әзірлеуді, тәуелсіз сарапшылармен қатынасумен Нарымбайға ұсынуды. Жетінші, адал ойлы белсенділерді заңсыз әрекетпен қудалауды тоқтатуды, саяси тұтқындарды босатуды, әйтпесе ұлтымыздың маңдай алды өкілдерінен толығымен жоғалтамыз. Арсыз, жағымпаз, қара басынға да ойлайтын, кез келген оңбағандыққа дайын тұратын өңкей жантықтар қалады. Олармен не боламыз? Барар жеріміз қалмайды емес пе? Сегізінші, бұқаралық ақпарат құралдары тәуелсіз болуды. Олар шындықтың және халықтың ізгі ниетті үнінің рупоры болуға тиіс. Тоғызыншы, ғылыми аналитикалық зерттеудің, жан-жақты пікір алмасудың негізінде қолымызға байлау, аяғымызға тұсау болған кемшіліктерді жоюды, саяси, экономикалық және әлеуметтік ауқымды реформаны жүргізуді. Аталған ұсыныстар президенттің мүддесін ескереді және халықтың арманына сәйкес келеді деп ойлаймын. Іске асуының мемлекеттің басшылығын қолдауын қажет етеді. Соңында Конфуцийдің елің асып тасып отырғанда кедең әрі кемшін болғаның ұят. Ерің арып ашып отырғанда бай әрі бағлан болғаның ұят деген өсиетінің әрбір сөзін баршамызды ойландырып, толқандыруы ауадай қажет.
Бұқара өтемете биліктегілер осыны ұқса абзал болады. Сонда мәшһүр Жүсіп бабамыздың айтқан, қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман келер еді. Мұны түсіне алмасақ, көзбояушылық пен ұрлық, сатқындық жайланған Потемкин мемлекетін құрамыз. Мүмкін биліктің көздегені осы шығар. Олай болмаса, құрғақ сөзді имитацияны тоқтатып, нақты іспен дәлелдеңдер. Халықтың күткені осы. Болашағымызға балта шаппайық, кеш қалсақ та еш қалмайық. Құрметті ағайын, Өмірсерік Көпжасаров, Талдықорған қаласы.